Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бір жасағаннан ақтамды шығатын зебра пирогын жасайтын боламыз. Ол үшін 3 жұмыртқаға қант қосып, қанты ерігенше жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте жылы айранға 1 шай қасық ас содасын қосып, жақсылап араластырамыз. Айранымыз көпіреді, сол кезде жаңағы массамызға құйып, барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осы массамызға сұйық май қосып, тағы да жақсылап араластырып, содан кейін ванилин қосып, тағы да араластырамыз. Кейін аз мөлшерден ұн сала отырып, қою қамыр жасаймыз. Дайын болған массамызды 2 ыдысқа бөліп аламыз. Біреуіне какао ұнтағын сеуіп араластырамыз. Міне бізде 2 түрлі түсті масса пайда болды. Енді осы массамызды арнайы формаға қасықпен, кезекпен сала отырып зебра жасаймыз. Осы зебрамыздың үстіне тіс шұқығыштың көмегімен осындай өрнектер жасап шығамыз. Қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Піскен піспеген тіс шұқығыштың көмегімен байқап көріңіз. Мінекей осымен біздің зебра пирогымыз дайын. Сіздерге ас болсын.